Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі әсмерге біз бургер жасаймыз. Үлкенірек табаққа жылы су мен жылы суды құйып, үстінен дрожж және қантты салып араластырамыз. Кішкене қасықпен 1 қасық тұз және ерітілген май саламыз. Артынан ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген нанымызды бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Котлеттің рецептісін сіздерге астыға белгілеп кетемін. Бургердің наны осындай күшті болып көтерілді. Енді бөліктерге бөліп домалақтаймыз. Духовканың табасына міндетті түрде сумай жағамыз. Формасына келтіріп болғаннан кейін бетін 15-20 минутқа жауып қоямыз. Көтеріліп болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, духовкада 250 градуста пісіріп аламыз. Булочки пісіп болғанша мен қияр, помидор, керек заттарды турап дайындап қойдым. Бургердің наны өте жұмсақ, күшті болып шықты, бізге өте қатты ұнады. Видеодағыдай туралған заттарымызды үстісіне қойып, бургерімізді дайындаймыз. Жолдасыма ас болсын. Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Ел адам дәмі тағы каналына қош келдіңіздер. Достар, өткендегі салған видеомызға 336 адам қаралыпты. Лайк саны 12. Барлықтарыңызға лайк сұраймыз. Мүмкіндігінше және де комментария қосып жаза кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі бізде асым әзірде бургер, ішіне не бар десеңіздер, помидор, сыр, лист салата, қияр және де нан, және де мен жақсы көретін острый бұрыш. Ас жеп отқандарыңыз болса, тамақ жеп отқандарыңыз ас болсын, маған өзіме де ас болсын. Енді мына бургердің түрін айта алмаймын, сочный, мощный. Black Star бургерден асып кеткен сияқты біздің. Сөз жоқ дәмде.
дәмінде сөз жоқ, енді айта алмаймын достар. Соусы да өте жақсы болған. Достар, тағы да бір айта кететін жайт, каналымызда 1000 адам көрген екен. Сол 1000 адам, бірақ бізде подписчик өте аз. Әр көрген сайын каналға лайк басуды ұмытпаңыздар, және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Сөз жоқ дәмінде. Өзім дайындаған жағдайда да бәрі. Өте керемет болған достар. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Әзірге сау болыңыздар.